Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біз самса рецептімен бөлісетін боламыз. Бұл өте оңай және өте жұмсақ, өте дәмді рецепт. Алдағы ауызашар мерекесіне отбасыңызға дайындауларыңызға болады. Алдымен жылы сүтке ашытқы қосамыз, дрожжи, және үстіне қант қосып, біраз уақытқа қоя тұрамыз. Дрожжымыз көтерілуге қажет. Одан кейін ұнның үстіне тұз сеуіп, үстіне сары май қосып, крошка дайындаймыз. Крошкамыз дайын. Одан кейін осының үстіне біздің ашытқымызды қосамыз және жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін начинкасына кірісеміз, салмасына. Бізде салма тауық етінен, тауық етін блендермен үгітіп аламыз және сарымсақты да пиязды үгітіп аламыз. Жақсылап араластырамыз, үстіне тұз, бұрыш қосамыз. Достар, менің каналымда өте қызықты және өте оңай рецепттер бар. Менің каналыма кіріп, ұнап жатса рецепт, лайк басып, комментарий жазуларыңызға болады. Дайын қамырымызды 30 граммнан бөліп аламыз және самса пішін келтіріп, самсамызды дайындаймыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз және 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Егерде осы рецепт ұнаса, комментарий бөліміне комментарий қалдыруларыңызға болады. Самсамызды ішінде болдық. Үстіне жұмыртқаның сарыуыздың жағамыз және қалауларыңызша күнжут себулеріңізге болады. Менде қара күнжут және 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді және қамыры өте жұмсақ самсамыз дайын болды. Егерде осы рецепт ұнап жатса, комментарий бөліміне комментарий қалдыруларыңызға болады. Келесі көріскенше.